Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма хош келдіңіз. Бүгін тауықтың етін қаймақ қосып, бұқтырып, пісіру рецептісімен бөлісемін. Былай орысша айтқанда курица в сливочном соусе дейді ғой, сметана в сливочном соусе. Сондай тамақ болады, өте күшті, керемет, дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Бұл тамақты дайындау үшін маған тауықтың сан еті. Мен тауықтың сан етін алдым. Негізі кез келген тауықтың еті болса бола береді. Осылай екіге бөлемін. Екіге бөліп осылай нете салам. Сосын жаңағы пиязымды турап аламын. Пиязды, болгарский перецті бәрін турап дайындап алам. Қыздар, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер менің рецептім ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз, жарай ма? Осылай помидорымды турап алам, сосын қызып тұрған табаға кішкене май қойып жіберіп, бағанағы тауықтың етін қызартып қуырып алатын болам. Екі шетінде қып-қызыл қылып, әдемілеп қуырып аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Осылай менімен бірге жасап көріңіз, өте дәмді болып пісіп шығады. Бір шай қасық тұз салдым. Бетін жауып, шамалы орташа отта бұқтырып пісіріп аламын. Енді үстіне турап алған пиязды, болгарский перецті, қызанақты бәрін салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, астын шілей жай қоймай, орташа отта бұқтырып пісіріп алам. Бір 5 минут, 10 минут. Өте дәмді. Бұл тамақты кешкі асқа да, түскі асқа да жасасаңыз болады. Енді үстіне қаймақты саламын. Қаймақ қосып піскен тауықтың еті өте керемет дәмді болады, қыздар. Қаймақты салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тағы 5 минут бұқтырып қоям. Сосын менде дәмдеуіш, тауықтың етіне арналған дәмдеуіш. Сосын жаңағы универсальный приправа дейді ғой. Содан кішкене қосып жібердім. Дәмдеуіштерді салған соң бетін жауып қойып, 1-2 минут қана бұқтырып алам. Сонымен менің тамағым дайын болды. Мінекей қандай керемет. Аппетитный, түрінің өзі аппетитный болып тұр ғой, қыздар. Енді бұған қасына гарнир жасасаңыз болады. Мен картофельный пюре жасадым бұның қасына. Және не болмаса жаңағы макароннан, күріш, гречка, солардан қасына гарнир жасап, әдемілеп дастарханға қойсаңыз, өте керемет, тойымды, дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығатын болады. Каналымнан алыстамаңыз. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.